мемлекеттік тілін қолдану үшін, мемлекеттік қазақ тілінің өркендеу үшін мемлекет жағынан барлық жағдай жасалды. Конституцияға айға тамға басқандай жазылды, мемлекеттік тіл қазақ тілі деп. Солай ғой. Енді ешкімге қазақ тілінде сөйлеме деп отырған бір адам жоқ. Қазақ тіліне кедергі жасап отырған бір адам жоқ. Өзіміз қазақша сөйлеуіміз керек. Қандай мінбеден қазақша сөйлесең, сен ешкім тәйт деп айтпайды, былай тұр деп. Қанша адам отырса да соларға жаңа аудармасын беріп қазақ тілде сөйлеуге болады. Біз өзіміз қазақ, осы тілімізді құрметтей білуіміз керек. Ешкімге анау сөйтпеді дейді. Мен бәрін білемін. Біздің жазушыларымыз, мәдениет адамдары, мынау тіліміз біздің жетім болды. Бәлен жыл, 20 жыл тәуелсіздіктің ішінде жетімдікпен байқұс тіліміз шықпай жүр деп зарлай берген. Бақытсызбын деген адам бақытсыз болады. Бақыттымын деп жүрсе бақытты болады. Тіліміз бар деп жүрсе тіліміз бар болады. Тіліміз жоқ деп жүрсе тіліміз жоқ болады. Қай-қайдағыны ақыр заманды басқа орнатпай, тілдегі заңды қолданып, өзіміз қазақша сөйлесуіміз керек. Тілді қолданып батыл сөйлеп жүруіміз керек. Тілдің майын тамызып сөйлеп басқа жұртқа көрсетуіміз керек. Әйтпесе жыл сайын 100 мың бала мектеп бітіреді. Соның 80 мыңы осы күні қазақ тілінде бітіреді. Барлық мектептерде, орыстікі болсын, басқаны болсын, қазақ тілін оқыту міндетті болып саналды қазір. Қай мектепке барсаңыз, 6-7 класстарға, қай баланы көтерсең, ол қазақша да сөйледі, орысша да сөйледі, ағылшынша да сөйледі қазір. Міне біздің тілге деген қамқорлығымыз осы болып саналады. Мүмкін ойлайтын шығар, неғып мына президентіміз қазақша сайрамайды, алғы орысша кетіп қалады, біраз сөйлейді де кетіп қалады. Мен білем оның барлығын. Біз тәуелсіздік жариялағанда Қазақстандағы қазақтың ауқымы 40% болатын. 40%. Аналар айтпаймын, сендер азсыңдар мына мемлекеттегі. Қайдағы тәуелсіздік сендерге? Дегенменен елге түсіністікпенен соның барын түсіндіріп, күреспенен айтып жүріп, түсіндіріп жүріп, біз тәуелсіздік жарияладық. Қазір мінекей қазақтың ауқымы 65%-қа жетті. Сол кездегіден санаған кезде, мысалы, азайып, Қазақстанның халқының саны көшіп кетті ғой. Ресейге көшті, еврейлер көшті, немістер көшті, анау көшті, мынау көшті. Сонда 13-14 миллионға жуық болған, қазір осылардың ішінде 4 миллионға көтеріліп, 17 миллионнан асып, анау Совет одағы кезінде де асып бара жатырмыз. Жыл сайын Құдайға шүкір халқымыздың саны көбейіп келе жатыр. Оның ішінде негізі көбейіп кеткен қазақтың саны. Ал енді жарайды, барлығын тиіп тастап, қазақ тілінен басқа тілді жауып тастап заңменен аузыңды ашпаңдар сөйлесең десе, онда Украина боламыз. Қазір түсінген шығар қазақтың барлығы. Соны жасап, жұрттың барлығын басынан соғып отырып, қазақтың тіліне әкеп, қан төгіс қып, тәуелсіздіктен айырылу керек па, әлде ептеп мәселемізді шешу керек па? Мәселе сонда. Ал таңдайық, қайсысын аламыз? Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде де сабырлық керек. Болашақ біздің қолымызда. Болашақ бізге жұмыс істеп жатыр. Қазақтың саны көбейіп жатыр, тілдің ауқымы көбейіп келе жатыр. Көп облыстарда барлық іс жүргізу мәселелері қазақ тілінде өтеді. Оған ешкім кедергі жасамайды. Қазақ көп аудандар қазақша өткізеді. Оның ішінде қазір қазақша сөйлейтін басқа ұлттың азаматтары қанша? Өзің көріп отырсыңдар әр жерде. Ол теледидарда да бар, журналистердің арасында да бар, жай адамдардың ішінде де бар. Қазір Қазақстанменен өзінің тағдырын қосқан адамдардың барлығы баласына қазақ тілін үйреніп жүрген. Ал енді қазақпенен тарихын, болашағын бірге деп санамайтын адамдар ол бәрібір көшеді, бәрібір кетеді. Оған біз тыйым сала алмаймыз, салып отырғанымыз жоқпыз. Сондықтан өзіміздің халқымыздың сана сезімін үйретіп, өз тілімізді өзіміз бағалап жүруіміз керек. Ал енді мен тек қана қазақтың тілін ғана білем, басқа құрсын деп жүрген кім екенін соны біреуін алып қарасаң, ол не орыс тілін жөнді білмейтін адам, ағылшын тілін мүлде білмейтін адам. Аналарды білмейді, оқуға мойынсынбайды, сөйлескісі келмейді, сонда айтады, қазақтың тілі ғана жақсы. Вот қазақтың тілінен басқа сөз жоқ. Сонда мына өркениетпен бірге қалай біз жалғасамыз? Айтыңдаршы. Орыстың тілін алайық. Ол да белгілі. Кезінде тізесін батырып жіберген бізге орыс елі болды. Сол орыс елінің тілін үйренеміз деп қазақтың тілі азайды деген мәселе келеді ғой. Сондықтан қарап отырсаң, мына ономастикада кейбір мәселелерді орыстың тілі деп бір жаққа аударып жатыр. Дүниежүзілік орталық сөздерді
қазақша тауып жатырмыз. Талай мен композитор, жазушыларды естіп жүрмін. Пианино деген халықаралық тіл. Оны біз күй сандық дедік. Ешқандай жаныспайды ешнәрсеге. Сандық пенен күйдің арасынан пианино қосуға бола ма? Бола ма? Мысалы композитор дүние жүзінде композитор. Біз сазгер деген, саз деген басқа мағынаны беретін. Бұның барлығы неден шығып жатыр? Ананы ойлаймыз, орыстың сөзі. Орыстың тілінен кетуіміз керек. Біресе түріктен аламыз, біресе арабтан аламыз, біресе парсыдан аламыз. Сөйтіп бұзылып жүрміз. Тілді байыту керек. Халықаралық тілдерменен байытсақ, тіліміз байиды. Онда тұрған ештеңе жоқ. Қорқып шошынудың қажеті жоқ. Тіліміз мен айдаламын, өркендеп келе жатыр, өсіп келе жатыр. Қазір ешқандай қауіп жоқ. Қазақстанда мемлекеттік тілдің болашағы зор. Дүниеде 6000 тіл бар. 6000 тілдің жыл сайын 10% жойылып отыр. Керек емес деп. Оны қолданатын адамдар аз, оның ауқымы кіші, солай болып бара жатыр. Ал мына ағылшын тілі, дүние жүзінің 70% халқы ағылшын тілін қолданады. Неге оны қолданады? Ғылым менен білімнің өркендеп өскені, мына ақпарат құралдары интернеттің тілі, медицинаның тілі, ғылымның тілі, мәдениеттің тілі, ағылшын тілі. Ағылшын тілін білмей-ақ өмір сүреміз деуге де болады, әрине болады. Бірақ та ағылшын тілінде шығып жатқан білімді онда білмейсің. Оны білмесең, өркендеп өсуің болашағыңа балта сабасың. Сондықтан қалай біз өркендеп өсіп, мемлекетімізді болашаққа қарай итермелеп, экономикасын көтеретін озат 30 елдің ішіне кіреміз деп отырғанда, біздің халқымыз, жастарымыз ағылшын тілін білмесе. Мысалы, 1,5 миллиард халқы бар Қытай. Қытайдың тілін құрметтеп отыр ғой. Бірақ барлық элитасы ағылшын тілінде сөйлейді. Бизнес ағылшын тілінде сөйлейді. Сол халықтың өзі 70-ші жылдар латин харпін дайындап қойды өзіне. Жапондар барлығы бизнес элитасы, ғылым, білім ағылшын тілінде сөйлейді. Кезінде 1 миллиард халқы бар Индия тәуелсіздік алған кезде ағылшын тілін доғарып тастады да, 5-6 жылдан кейін ағылшын тіліне қайтып келді. Сингапурда солай болды, Малайзияда солай болды. Бізді колония жасаған мемлекеттің тілі құрсын деп алып тастап, керек болғаннан кейін қайтып келді. Сондықтан 3 тіл дегеніміз, мемлекеттік тіл, орыс тілі, ағылшын тілі дегеніміз өте дұрыс. Соның ішінде біздің мемлекеттік тіл бірге келе жатыр. Соны не ойламаймыз біз? Қалмай келе жатыр, әр жерде де. Мектепте де, қолдануда да мемлекеттік тіл бірге келе жатыр. Біз осылай 3 тоғырлы тілде болатын болсақ, нағыз тілде біздің жолымыз, алдымыз ашық болады. Осыны түсіну керек. Бұл жерде асығыстық жасамау керек, сабырлық жасау керек. Біздің көпұлтты болып отырғанымызға ешкім кінә емес, тағдыр солай болды. Бұл халықтың ешқандай жазығы жоқ. Біздің ісіміз орыстардың да, украиндардың да, белорустардың да, басқа ұйғыр, шешен барлығының жазығы жоқ қой. Осылай болды, тарихи көпұлтты болдық. Енді осыған біз шыдап, барлығының басын қосып, Қазақстанның бірлігін сақтап, экономикамызды өркендетіп өсе беретін болсақ, келешек барлығы қазақтың қолында болады.